Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен көрсен қызық арнасы. Достар, бүгінгі видеоның атындағындай Итачи Учиха туралы топ 7 өте қызықты сіз білмеген факттарды айтатын боламын. Экраннан алыстамаңыздар, ал біз ендеше бастаймыз. Итачидің сүйікті тағамы 40 қабат пен теңіз балдары қосылған онигири, ал ең ұнатпайтын тағамы стейк болды. Итачи тәттілерді де жақсы көреді, әсіресе дангоны. Итачи 7 жасында Академия Шинобиді бітіріп, 13 жасында Анбудың капитаны болған. Жапырақ ауылынан кеткеннен кейін Итачи Акацуки ұйымына қосылды. Ол осы Акацуки ұйымының әрекетін бақылау үшін оған қосылды. Итачи уақыт өте келе Акацуки Канохаға шабуыл жасай алатынына сенімді болды және шабуылдың алдын алып, оны қорғағысы келді. Өйткені ол өз ауылын шын жүрегімен сүйетін. Итачи қарғалар тобын шақыруды Шисуиден үйренген. 4-ші шиноби дүниежүзілік соғысы кезінде Итачи Кабуто Эдо Тенсей әдісін қолданып қайта тірілтті, ал шын мәнінде Итачидің денесі Кабутоға тиесілі болды. Бірақ Итачи өзін бақылаудан босата алды. Итачи Саскенің көзіне Аматерасу қара жалын техникасын жапты. Итачи әрқашан Саскемен жекпе-жек өткізгісі келетін. Мінекей достар, бүгінгі біздің видеода соңына келіп жетті. Достар, егер видео ұнаған болса, сіздердің көңілдеріңізден шыққан болса, достарыңызға таратып, өздеріңізде лайк басып, арнаға жазылып, колокольчикті басып, қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздер мен үшін мотивациясыздар. Егер осы көрген видео қызық болса, ары қарай осы менің қазір ұсынып отқан видеоларымызды көріңіздер. Өте қызық болады деген ойдамын. Сіздермен қоштаспаймыз. Көп рахмет.